Әріптестер, көрініп тұр ма слайдтар? Даусымыз естіліп тұр ғой. Онда біз Аға көрініп тұр. рахмет. Онда біз бастаймыз. Тағы да бір өтініш жасаймыз сіздерге. Видеоларыңызды қосып, микрофондарыңызды өшіріңіздер. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздердің назарларыңызға озық педагогикалық тәжірибені таратудың шеберлік сабағын ұсынып отырмыз. Біздің әдістемелік құралдың тақырыбы орыс тілінде оқытылатын 5-ші сыныптағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен тілді дамыту бойынша деңгейлік тапсырмалар жинағы. Бұл әдістемелік құралдың авторлары Қарағанды қаласының номер 48-ші жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері Алпысбаева Асем Рахимовна, Айнабекова Сандуғаш Елесезовна және Булекова Асель Акуовна. Енді шеберлік сабақты өткізудің тәртібіне тоқталайық. Жоспар бойынша шеберлік сабақ негізгі 3 бөліктен тұрады. Бірінші, кіріспе бөлімі, яғни әдістемелік құралды таныстыруға 5 минут уақыт беріледі, баяндамашы мен Алпысбаева Асем Рахимовна. Екінші, практикалық бөлім, яғни деңгейлік тапсырмаларға шолу жасауға 20 минут уақыт беріледі, баяндамашылар Айнабекова Сандуғаш Елесезовна және Булекова Асель Акуовна. Қорытынды бөлімге, яғни кері байланыс жасау жүргізуге 5 минут уақыт беріледі. Сонымен шеберлік сабағымызды бастайық. Тілді дамыту бойынша деңгейлік тапсырмалар жинағы орыс тілінде оқытылатын 5-ші сынып оқушыларына арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бағдарламасына сәйкес әзірленген және оны оқулықпен қатар қолдануға болады. Бағдарламаның өзектілігі: қазіргі таңда қазақ тілін оқыту мәселесінде оқушыны тек қана қазақ тіліне үйретіп қоймай, олардың бойына қазақ халқына тән ұлттық құндылықтарды сіңіру маңызы болып табылады. Бағдарламаның жаңашылдығы: әзірленген бағдарламаның қолданыстағы бағдарламадан ерекшелігі, бір құралда әр 3 деңгейге бөлінген, әрі ұлттық құндылықтарға негізделген, әрі орыс тілде оқытылатын 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқу бағдарламасында көзделген лексикалық тақырыптар аясында берілген барлық тілдік дағдылар қамтылған тапсырмалардың шоғырлануы. Бұл мұғалімнің жұмысын айтарлықтай жеңілдететіні және оқушылардың белсенді түрде ұлттық құндылықтарға тәрбиелене отырып, білім алуын қамтамасыз ететіні сөзсіз. Бағдарламаның мақсаты ұлттық құндылықтарға негізделген және тілдік дағдыларын дамытушы деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушылардың қазақ тіліне деген қызығушылықтарын арттыру, қазақ тілін меңгерту әрі оқушылардың бойында ұлттық болмыс қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттеріне келетін болсақ, бұл әр оқушының деңгейіне сәйкес тапсырмалар ұсыну арқылы саралап оқыту, ұлттық құндылықтарға негізделген тапсырмалар арқылы оқушылардың қазақ халқының мәдениеті туралы білімдерін арттыру, оқушыларды өз туған жерін, тілін, мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу және ұлттық болмысты қалыптастыру. Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалар арқылы тілдік дағдыларын жетілдіру. Қазақ тілінде сауатты сөйлеу және жазу мәдениетін қалыптастыру, шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру, цифрлық технологиялар, ойындар, деңгейлік тапсырмалар және тағы басқа әдіс тәсілдері арқылы оқушылардың қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру. Оқушыларға алған білімдерін күнделікті өмірде қолдануға бағытталған тапсырмалар мен жағдаяттар арқылы қазақ тілін практикалық тұрғыдан меңгерту. Бағдарламадан күтілетін нәтижелер: бұл оқушылар өз деңгейіне сай тапсырмаларды орындай отырып, тіл үйренуде өз қарқынымен жетістікке жетеді. Оқушылар ұлттық мәдениет жайлы тереңірек мәлімет алып, танымдық қабілеттерін дамытады. Оқушылардың бойында туған еліне деген мақтаныш сезімі, ұлттық сана мен жауапкершілік, ұлттық болмыс қалыптасады. Оқушылардың тілдік төрт дағдысы біртұтас әрі жүйелі дамиды. Оқушылар қазақ тілінде сауатты әрі көркем сөйлеу және жазу дағдыларын меңгереді. Шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушылар өз ойын еркін жеткізуге, креативті ойлауға дағдыланады. Цифрлық технологиялар, ойындар,
деңгейлік тапсырмалар және тағы басқа әдіс тәсілдер арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы артып, белсенділігі мен ынтасы күшейеді. Оқушылар қазақ тілін шынайы өмірлік жағдаяттарға еркін қолдана алады. Бұл бағдарламада әр тапсырмаға бағалау критерийлері мен дескрипторлар беріледі. Тапсырмалар оқу бағдарламасы бойынша барлық лексикалық тапсырмаларды қамтып отырғандықтан, жинақты оқу жылы бойы қолдануға болады. Мұғалім сабақ барысында барлық тілдік дағдылар бойынша тапсырмаларды пайдалана алады, немесе оқу мақсатына сәйкес қажетті тілдік дағдының тапсырмасын алуына болады. Мысалы, айтылым дағдысын дамытуға бағытталған тапсырмалар QR-код арқылы берілгендіктен, бұл мұғалім үшін де, оқушылар үшін де құралды қолдануды жеңілдетеді. Тапсырмалық практикалар орындауға негізделген. Мысалы, топтық жұмыстар, пікірталастар, шығармашылық тапсырмалар, эссе, шығарма жазу, көркем әдебиет мәтіндерін талдау арқылы қазақ тілі дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, зертханалық жұмыстар, мысалы, ұлттық тарих пен мәдениетке қатысты тақырыптарды зерттеу және оны қазақ тілінде жазу және шығармашылық тапсырмалар, мысалы, қазақтың халық ертегілерінен үзінділер оқу, оларды қайта өңдеу немесе жаңа ертегі жазу сияқты тапсырмалар да қамтылған. Ал енді практикалық бөлімге келетін болсақ, мен әрі қарай сөз кезегін өзімнің әріптестеріме Айнабекова Сандуғаш Елесезінаға бергімге отыр. Әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн, қымбатты әріптестер. Тіл дамыту бойынша деңгейлік тапсырмалар жинағында әр тақырып бойынша 3 деңгейге бөлінген тапсырмалар топтамасы құрылған. Ол қарапайым, базалық және жоғары деңгей А, Б, С деп бөліп отырмыз. А деңгейі білу, түсіну, негізгі ұғымдарды анықтамаларды жатқа білу және түсіну болып табылады. Б деңгейі ол қолдану, алған білімді тапсырма орындауда қолдана білу. Және С деңгейі ол талдау, жинақтау, бағалау. Шығармашылық деңгейі күрделі тапсырмалар салыстыру, қорытынды жасау, өз пікірлерін білдіру және логикалық ойлау осы С деңгейіне жатады. Отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер тақырып аясында оқылым дағдысын дамытуға бағытталған мәтіндер берілген. Соның біреуіне тоқтала кетейін деп отырмын қазір. Мақсаты мәтінді түсіну, тақырыбын анықтау. Мәтін алдарыңызда слайдта көрсетілген 7 атаны білуде басталып тұр, оқып шығуларыңызға болады. Кішігірім мәтін 5 сыныпқа арналған және осы мәтінге 3 деңгейлі тапсырма беріледі. А деңгейлі тапсырма. Бірінші тапсырмасы мәтіннің тақырыбын анықтаңыз. Ата, жеті ата, немерелер, бабалар. Осы 4 варианттың, 4 нұсқаның дұрыс нұсқасын оқушылар таба білу керек. Қалай ойлайсыздар? Қай нұсқа дұрыс? Қай нұсқасы дұрыс деп, қайсысы нұсқасын көрсетуге болады? Әріптестер, бұл практикалық жұмыс болғаннан кейін микрофондарыңызды қосып, жауаптарыңызды тыңдауға дайынбыз. Жеті ата. Дұрыс. Жеті ата. Жеті ата, Б нұсқасы дұрыс болып келеді. Енді келесі тапсырмасы ұрпақ, мына мәтінде берілген, ұрпақтар жеке-жеке көрсетілген. 7 ұрпақ соны мінекей оқушылар нөмірлеп, дұрысын тауып, яғни дұрыс тізімге көрсету керек. Шөпшек, немене, бала, әке, шөбере, туажат, немере деп бөлек-бөлек берілген. Соларды дұрыс қолданып, әке, бала, немере, шөбере, немене, шөпшек, туажат деп жазып шығулары керек. Келесі деңгей, Б деңгейі. Бұнда мәтін бойынша дұрыс бұрысын анықтау керек ақпараттың. 3 ақпарат беріледі. Мысалы, бірінші ақпаратты оқып шығыңыздар. 7 атаны білу қазақ халқы үшін маңызды. Қалай ойлайсыздар? Бұл дұрыс ақпарат па, бұрыс ақпарат па, әріптестер? Дұрыс ақпарат. Мәтінмен танысып отырсыздар. Екінші ақпарат туажат, әкенің ағасы. Дұрыс па? Жоқ. Жоқ дейді. Бұл Дұрыс. Бұрыс ақпарат. Және үшінші шөбере, немеренің баласы. Дұрыс ақпарат па, бұрыс ақпарат па? Дұрыс ақпарат. Үшінші бұл дұрыс ақпарат. Және С деңгейлі ол, яғни күрделеніп беріледі. Бұнда тапсырмада
қосымша оқушы өзі мәлімет табу керек. Сұрағы неге жеті атаны білу міндет деп саналады. Бұл кезде оқушы өзінің шығармашылық деңгейін көрсете білуі тиіс. Егер әріптестер сіздердің жауаптарыңыз дайын болса, тыңдауға дайынбыз. Неге жеті атаны білу міндет деп саналады дейді қазақ халқында. Қалай ойлайсыздар? Ақпараттарыңыз дайын болса, бөлісіңіздер. Осылай оқушылар бұл шығармашылық деңгейді орындап шығуы тиіс. Дайын мәліметтеріңіз бар ма? Енді осындай ретпен мысалы оқушылар тапсырмаларды орындап береді. Әр тапсырмаға критерийлер берілген бағдарламада және әр тапсырмаға дескрипторлар нақты берілген. Мысалы, айта кетсек, жаңағы бірінші тапсырмадағы тапсырманың критерийі мәтінді тақырыбын анықтайды, түсінеді, мәтіннің тақырыбын дұрыс белгілейді, критерий мәтінге сәйкес сөздердің реттік нөмірін жазады және мәтінді толықтырады. Осылай әр тапсырмаға, деңгейлік тапсырмаларға барлығына дескриптор құрылып берілген. Енді келесі тыңдалым бөлігі бойынша отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер тақырыбы аясында тыңдалым дағдысын дамытуға бағытталған мәтіндер беріледі. Ол мәтіндер әр тапсырмада, мына слайдта көріп отырғандай, QR кодпен берілген. Сол бір тапсырманы қазір біз тыңдап шығайық. QR кодты басқан кезде осы мәтінді тыңдалым бойынша оқушылар тыңдайды. Мына тасқан тер, бата асқан тер. Қолыңды жай Төлежан. Панасызға пана бол, жотасызға жота бол, батасызға бата бол, білескенге ақа бол, әлсіздерге жақ бол. Болғаннан соң еліңе көш бастайтын дана. Сен енді төле би емес, төбе бисің. Ой. Мінекей осы көріп отырғандарыңыздай, осындай 1 минуттық QR кодпен тыңдалым мәтіндері беріледі. Сол мәтіндерді тыңдап болғаннан кейін оқушылар тағы да А, Б, С деңгейіндегі тапсырмаларды орындайды. Мысалы, бірінші тапсырмасы А деңгейлік тапсырмаларда жаңа басында айтылып өтті қой, сөйлемді толықтырыңыз дейді. Панасына кім бол дейді? Пана бол. Пана бол дейді. Жотасызға Жота бол. жота бол дейді. Батасызға Бата бол. бата бол дейді. Сол тыңдалым тапсырмасы бір А деңгейлі. Келесі Б деңгейлі тапсырмада тест тапсырмалар берілген, сол сұрақтарға жауап беру керек дейді. Осы нақылдан қандай ұлттық тәрбие мен құндылықты көруге болады? Қалай ойлайсыздар, әріптестер? Қай тапсырма? Қамқорлық пен даналық. Қамқорлық пен даналық дейді. Бәрекелді, дұрыс жауап. Жарайсыздар. Және С деңгейлі тапсырмада оқушыларға болғаннан соң еліңе көш бастайтын дана бол деген жолдарды қалай түсінесіз деп сұрақ беріледі, және оқушылар өз ойларын осы жерде мәтіннің әрі қарай бөлікте жаңағы тыңдалым мәтінінде бар бұның жауабы, соны ескере отырып оқушылар бұл тапсырманы орындап шығады деп ойлаймыз. Келесі енді тапсырмалардың ретін айтуға келесі сөзді әріптесіме беремін. Әсел Ақуовна, әрі қарай жалғастырыңыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Келесі бізде айтылым дағдысын дамытуға бағытталған тапсырмалар әлемдегі ірі кітапханалар тақырып бойынша алынып отыр. Бұл жерде суретпен жұмыс көріп отырсыздар. Алдарыңызда суреттер. Бұл электронды және қағаз кітаптарды салыстыру мақсатында және сол бойынша пікірлерін анықтау мақсатында жасалып отыр. А деңгейлі тапсырмалар келесі сөйлемдер қандай кітапқа тиесілі. Яғни оқушылар осы жерде өз пікірлері, көмекші сөздер арқылы өз пікірлерін айтып шығады. Бұл А деңгейлі тапсырмалар. Б деңгейлі тапсырмалар қағаз кітап пен электронды кітаптың ұқсастығы мен айырмашылығын айту қажет балалар. Қағаз кітаптың қандай ерекшелігі бар, электронды кітаптың қандай ерекшелігі бар, және олардың қандай ортақ қасиеттері бар. С деңгейлі тапсырмада топтық жұмыс берілген. Электронды кітап болашақтың таңдауы деген пікірді жақтап немесе даттап пікірталас ұйымдастырады. Жазылым дағдысын дамытуға бағытталған тапсырмалар отбасылық тақырыпта алынып отыр. Бұл жерде сурет берілген. А деңгейлі тапсырмада мәтінді сөздіктің көмегімен аударады, сипаттау, бейнелеу құралдарын анықтап, қатесіз көшіріп алу қажет.
бұл жерде бұл тапсырмалар осы сабақтың мақсатына сәйкес алынып отыр. Б деңгейлі тапсырмада сурет бойынша әжесі мен немересі арасындағы сұхбат құрастырып жазыңыздар дейді. С деңгейлі тапсырмада мәтінді көз алдындағы мәтінді оқып шығып, нақты мәліметтерді келтіріп, 5-6 сөйлеммен әрі қарай жалғастыру керек. Мен тапсырмалардың негізі несі осылай. Келесі қазір сіздермен осы отбасылық дәстүрлер тақырыбын бекіту мақсатында бір ұлттық ойын ойнатайық. Себебі біздің жинақтың аясында жақсы арқан тартыс ойыны бастайық. Олай болса, бірінші сұрақ, енді арқан тартыс ойынын барлықтарыңыз білесіздер, бірақ бұл жердегі арқан тартыс бойынша сұрақ жауап әдісі қолданылады. Сұрақтар беріледі. Бұл жерде күрделіліктері әртүрлі А, Б, С деңгейіндегі тапсырмалар бар. Яғни балалар өздерінің шамаларына қарай жауап береді. Мысалы, тізені құшақтау ненің белгісі? Ол бізде тыйым сөздердің аясында беріліп тұр. Қалай ойлайсыздар? Қандай пікірлеріңіз бар? Қайғы шақыру дейді. Қайғы шақыру, тағы да қандай жалғыздықты білдіру, яғни тізені құшақтау жалғыз қалудың белгісі. Жақсы. Келесі, суреттен не бейнеленген? Ой қырқу. Өте жақсы. Жақсы. Келесі, мына жерде айдында қаз болсын, ұйқың күлкің аз болсын, бұл не? Ненің түрі бұл? Бата беру, дұрыс айтасыздар. Бата беру, дұрыс айтасыздар. Келесі, көш бастайтын дана бол деген сөз кімге арналған? Балаға айтатын Балаға арналған ба? Көш бастайтын. Төле биге айтылған нақыл сөз емес па? Жақсы. Дұрыс Жаңағы видео бойынша, Иә, QR кодта. елге басшылық жасайтын адамға берілетін бата, бұл. Жақсы. Келесі. Ақыл кеңестер немерелеріне өмірлік даңғыл сілтейді. Мәтін кім туралы айтып отыр? Немерелеріне деген сөз. Не бар? Кімге айтады? Немерелеріне. Атасын айтқан сөз. Атасын немере. Бұл Немерелеріне айтқан сөзі. Жаңа біз әже туралы не болды ғой бізге? Келесі, суреттегі ұлттық ойын қалай аталады? Бәйге, көкпар. Бәйге, өте жақсы. Келесі, үйге қонақ кіргенде қандай сөз айтамыз? Келесі тапсырма. Ас беру дәстүр ме әлде ойын ба? Бұл А деңгейлі тапсырмасы. Дәстүр. Бұл дәстүр. Дұрыс айтасыздар. Асар дегеніміз не? Асар дегеніміз Көмек көрсету. Көптің көмегі. көпшілікке көмектесу. Ауылымызда бірлесе орын. Жарайсыздар. Көп рахмет сіздерге. Екінші топ деңгейде осылай жалғасып кете береді ойын түрлері. Бірнеше осылай ойын түрлері осы бағдарламада кіргізілген. Қазір енді әріптестер, келесі біздің бөлігімізге көшеміз. Бұл қорытындылау. Қазір слайдты қосайық. Соңғысы. Енді қорытындылайтын болсақ, бұл аталмыш әдістемелік құралдың апробациясы Қарағанды қаласының номері 48-ші жалпы білім беретін мектебінде өткен. Бұл мектепте орыс тілінде сабақ беретін 5-ші сыныптарда 73 бала оқиды. Оның 60 оқушысы, яғни 82% өзге ұлт өкілдерінен тұрады. Биылғы оқу жылы осы жинақ тапсырмаларын орындатып жүрген 5-ші Б сыныбының 390-дағы салыстырмалы көрсеткіші 15,4%-ға өсті. Сонымен қатар, оқушылар қалалық облыстық шаралар мен байқауларға белсене қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Яғни, ұсынылған әдістемелік өнім мұғалімдерге тиімді және нәтижелі оқу процесін жүзеге асыруға көмектеседі. Ал ұлттық құндылықтарға негізделе жасалған сараланған тапсырмалар оқушылар үшін қазақ тілін жеңіл меңгеруге әрі қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен, құрметті әріптестер, бүгінгі шеберлік сабақтың барлық бөлімдері қамтылды. Енді сіздердің сұрақтарыңыз болса, біз сол сұрақтарға жауап беруге әзірміз. Уақытымыз жеткенше
Сонымен қатар жаңағы чатқа өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруға болады. Сұрақтарыңыз болса, біз тыңдап жауап берейік. Сол диаграмма. Чатты да ашып қарайық. Чатта сұрақтар мүмкін сол жерге Жалпы жазылып жатыр. жаңағы 5-ші сыныпта Айттым, иә, осы мінекей. диаграмма түрінде берілген. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бұл сабақтарымыз өте 5-ші сыныпқа өте тиімді. Орыс сыныптарына суретпен жұмыс, баланы көп сөйлете білуге өте тартымды, тиімді сабақ. Сіздерге рахмет. Рахмет пікіріңізге, әріптес. Рахмет. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Отырыңыздар. Мына жерде чатқа жазып жатқан пікірлерді оқып шығайын. Тапсырмалар құндылыққа толы екен. Жақсы, рахмет. 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 Пікірлерді қарап Рахмет. мына жерде жауаптар екен. Өте қызықты, тиімді сабақ екен дейді. Абай ауданы Қарабас кентінің нөмірі 15-ші жалпы білім беру мектебінің мұғалімі. Рахмет сізге. Қаржау ауданынан Сәуле Амангелдиновна мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді. Я, басты мақсаты біздің осы бағдарламаның басты мақсаты сол. Тапсырмалар қызықты болды. Рахмет. Ерсайынова Дана Нұрланқызы. Тапсырмалар өте қызықты. Әсел деген әріптесіміз жазыпты. Маңызды мәліметтер бердіңіздер. Көп рахмет. Нұрсәуле Пірімбет деген мұғалім жазыпты екен. Сәттілік сіздерге, жарайсыздар. Өте мазмұнды, пайдалы ақпарат. Ақпарат алдық. Тақырып өзекті, қызықты болды. Тапсырмалар өте қызықты. Оқушылардың білімін тереңдетуге, тақырыпты жақсы түсінуге және белсенділігін арттыруға үлкен екен. Рахмет. Қызықты тапсырмалар, тиімді сабақ. Әріптестер, рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі біздің шеберлік сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет, алғыс білдіреміз. Барлықтарыңызға, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Оқу жылының аяқталуымен жақсы демалыс болсын. Барлықтарыңызға сәттілік. Рахмет.